Ассаламу алейкум бәріңізге, қалайсыңдар? Бүгін сендерге Америкаға бару үшін ағылшын тілі керек па? Сол туралы кішкене айтып кеткім келеді. Өз ойымды айтқым келеді. Америкаға келу үшін негізі ағылшын тілі міндетті деп айтпай ақ қояйын, бірақ керек, кішкене болса да уровень болу керек. Өйткені сен аэропорттарда самолетке отырған кезде, түскен кезде міндетті түрде ағылшынша сөйлейсің. Кішкене минимальный сөз болу керек, қалайсың деген сияқты. Сол келетін болсаңдар, кішкене болса да 1-2 ай дайындалып келген дұрыс болады ағылшын тілін. И келгеннен кейін осы жақта ағылшын тілін үйренуге болады. Арнайы курстар бар, оқитын, колледждарға оқуға түсуге болады. Экзамендар тапсырасын, бірақ тоже. Сосын не керек тағы да. Ал егер де жұмыс жасайтын болсаң, ағылшын тілін білмей жұмыс жасауға тоже болады. Бірақ онда айырмашылық болмайды. Қазақстанда жұмыс жасадың не, осы жақта жұмыс жасадың не. Сол ортада жүресің, қазақша сөйлейсің, либо орысша сөйлейсің, екі тілде. Не болса да ағылшын тілін білген дұрыс. Сол айтарым бәріңізге, ағылшын тілін оқыңдар. Ағылшын тілінде көп информация бар. Үйрене беріңдер. Бос уақыттарында тек қана ағылшын оқи беріңдер. Ағылшын білсеңдер, көп жетістікке жете аласыңдар. Сол, ал бұлай негізі ағылшын білмей Америкада жүре беруге болады. Мен естіп жатам, көрдім, даже бір тәтені көрдім, әпкені. Где-то 13 жыл болған ағылшын тілін ондай алып батқандай жетіп білмейді. Өйткені ол орыс тілдес ортада жүрді, тек қана орыс тілінде ғана сөйлесіп жүр. Оған ағылшын тілі алып батқандай керек емес. Ол жұмыста орысша сөйлейді, солай жүре береді. Ал ағылшын тілін білетін болсаңдар, үлкен жетістікке жетуге болады. Ағылшын тілі ол ең керемет тіл деп айтсам болады. Қалай айтсам болады? Информация көп ағылшын тілінде, көптеген ғылымдар бәрі ағылшын тілінде зерттелген. Ағылшын тілінде интернетте қолжетімді интернетте. Оксфорд, Кембридж, Стэнфорд, бүткіл барлық жоғарғы университеттің бәрі ағылшын тілінде береді. Солардың материалдарын алуға болады, керек материалдарды, Оксфорд, Кембридждардан. Бірақ ағылшын тілін білу керек. Ағылшын тілін білсеңдер, кез келген елге, мемлекетке бара аласыңдар. Любой, қазіргі кезде, мысал, Араб әмірлігі, Дубай, Абу-Даби, Европа, Япония, барлық жерге бара аласыңдар. Лондон, бүткіл Европа, Австралия, Америка. Сол, ағылшын тілін оқыңдар. Айтарым сол. Ұнап жатса лайк басыңдар, сұрақтарыңыз болса комментария қалдырыңдар. Сендермен болған Асхат Америкадан. Тағы да айтарым, инстаграмға жазылсаңдар болады. Сау болыңыздар.